Саламатсыз ба, ас болсын. Шаршап кеттім ше. Не істеп шаршадың? Келгенің қазір емес па? Тем более мынау бірінші заказың. Одан шаршаған жоқпын. Түнде 2-ақ сағат ұйықтағанмын, осыдан шаршап тұрмын. Ол ештеңе емес, мен 2 күн ұйықтаған жоқпын. Жаман әлсіреп тұрмын ше. Мен бір талып тұрдым ғой. Өтімде тас бар. Мен бүйрегім жоқ. Мен бір шарегім жоқ. Кес. Әкеңнің баяғыдан осындай әдеті бар ма еді? Жоқ. Азанда қатты ұрыс болған. Сол жүрегіне қатты тиіп қалған сияқты. Айтпақшы, бағана звондаған кім? Жігітім? Жігітім? Иә. Уже бір айдан кейін той. Келесің ба? Жігітің бар ма, не? Біраз нәрсе пландап тастаған емше мен? Не пландадың? Жоқ, ештеңе. Болды онда. Әкең сауығып кетсін. Ринат, Ау? рахмет саған. Оқасы жоқ. Пока. Amore, amore, tаңдаумане, лаваш сабор. Осы тағдырға ризамын да. Неге? Ғабитті айтам да. Повар болғанда дұрыс шығар деп қоям. Иә, бірақ ертең Мөлдір орын басып тұра аласың ба? Жайша, Бөлем жігітпен кездесем дей ма, общем бармасам болмайын деп тұр. жарайды. Қайтарасың бірақ. Рахмет. Чина саған да оңай емес. Бар, апыр. Ой, саршылмақ десе. Мынау да ызыңдап. Квартира бар, квартира. Машина жуамыз, арес шешеміз, жол ашамыз, үйленбегенді үйлендіреміз. Ей? Негесі? Не қылдыңыз әпше? Мал шақырғандай шақыра салдыңыз ғой. Бірақ мен де өзім келдім ғой. Бала туғызудан басқа бәрін сыйлады сияқтысыз ғой. Квартира берем ғой, саған да керек сияқты ғой. Керек қой негізі. Таза медеші. Тап-таза, жаңа ғана сүтпен жуып шыққанбыз. Сенен таза ғой. Менен таза болса болды ғой. Кімдер тұрған бұрын? Тек қана намазхандар тұрған. Сен де намаз оқитын шығарсың? Оқимын ғой бұйырса. Ремонты қалай ол? Ремонты жаңа тұрмысқа шыққан қыздай болып тұр. Онда жақсы екен. Кәдімгі сәбидің иісі шығып тұр. Онда көрейік та шын.
ой сәл шашылып қапты ғой. Ой, болды ау қазір точно алмайтын болдым мынау. Қап. Шашылып қапты, мынау алмайтын болды точно. Ой, баш. Вообще, мына новый сияқты дивандарыңыз, Нері, сәл шашылмағаны вообще? Әжептәуір шашылған сияқты ғой. Сүтпен жуған бедіз ба? Ана сүтіңіз ашып кеткен ау? Намаз қамдап тұрған дедіңіз ба? Анлар нерге намазын қойып кеткен сияқты? Береке табасың дедіңіз ба? Нерде береке таппайсың ау? Ремонты жаңа түскен қыздай дедіңіз ба? Ана қыз уже ажырасып кетті ау? Бай қыз емес сияқты ғой анаған. В общем, вообще бір апта тұрып берейін. Так, бағасы... Інім, күніне 3000 бере саш. Болды, келістік вообще. Кілтті бересің. Аяжан, Ау? қайға баратырмыз? Күйеуің қаяқта? Қумаш? Мен тұрмысқа шықпағам ғой. Әбей, балам бар деп атырын ғой. Ойнап айтсам саған. Өсі ойнап айтатын нәрсе ма? Қайға баратсың? Жайша отырдың ба? Жайша, отырғым кеп кетті. Сағыз неге шайнап атсың? Аузың сасый ма? Жоқ, Ринат, енді Не қылғатсың? жас емеспіз ғой. Ересек адамдар. Ринат, малсың ба? Не істеп атсың? Қыздан ұялған несі? Еркек емессің ба сен? Көрсетеші оған мен. Ей, мама? Ринат, Мама? Ринат. Не болдыңдар? Ауылдан кеткенде шақтың болды ма? Абай? Көтше бар. О, тентек болып қалған ба? Бір ауыз айтып келмедіңіздер ме? А чё? Кел мен күтіп алайын деп пен айтқанда. Жоқ, просто сұрап отқанмын. Қалай тауып келдіңіздер мен? Абай ана түк істеген нәрсе телефонды тартып алған ба, сонымен келдік қой. Мама, Ей! Тентек ба? Не болды? пива. Ринат, Мен келмес ол, мама. Темекі. Ринат. Мен келмес ол да. Бауырым, қалаға кеп өзгеріпсің. Ауылда қандай жігітең. Бұдан беттер едің ғой. Адам болмайсың. Точно сен келмес ба? Мен келмес ше. Кеше осы жерде тұрды ше. Шаршап ұйықтап қойған ғой, жинай алмай. Мама, Қойшы ағапшар кеттір ұқсап мынау да. Ескеніп кеткеніз. Болды, жүр, отырып әңгіме қылайық. солайды, брат. Брат? Қақтан жаттап аласың сөз? Көшеде жүрген баламыз ғой. Сыйластық дейді бұны. Мен сені уважать етіп жатырмын. Брат, қарашы айналаңа. Ойлаған темекі пива ғана. Бір пиваны сонша жырғаған ес, арақшан пышақтап тастайтын жарсың. Абай? Не? Именно саған шамам жетеді ше. Болды, қойыңдар. Алло, балапан. Сол қалаға келгем тірліктермен. Неяқта мамамда жайша дейсің ба? Неяқта үйленбеген бір сұмырай бар еді, соған өзім араласпасам болмай кетті. Жекеге шықшы, болды кәс. Ринат, жалпы не істеп жүрсіңіз? Өзіңмен қатарлар қараш. Асқар үйленіп алды. Ой, ажырасып кетті ғой. Бір баласы жетім алып кетті ғой. Ана Мораны қараса өзіңмен қатар машина алып апты. Ой, кредит алды ғой. Төлей алмай машинасын алып қойды, жай жүрген сүмірейіп. Өмір ғой. Өмір болған соң болады ғой. Ана жалғастың дауысы керемет еді ғой. Әнші. Сахнаның төрінде жүрген шығар. Ой, сіз комедияға шығып жатырсың да бірінші жол. 12 жыл болды арбатта өлең айтып жүргеніне. Адамдардан тиын жинап.
Жалпы 98-ің бәрі қырылып қапты да тегі. Тәуірі сенсің ба? Сондай болып тұр ғой. Түбі мә, басымды қатырмай. Ана қызбен танысып сөйлесесің. Адресін ана WhatsApp-ыңа жіберіп қойдым. Бір ауыз сұрамайсыздар ма? Сұрағанмен не тындырып жатсың сен? Айттым, бітті. Сол қызбен сөйлесесің. Біз ауылға қайттық. Жиналасыздар ма? Кетеміз ауылға. Әкел мен суық. Абай, жүре. Әуре болғанша WhatsApp-тан жазасаңыздар ма? Сөйте салам дегем. Мынау ғой, барайық деп қоймаған. Нанна бабағыз, арам тамақты масыл қып, өзіңіз келсеңіз ба? Арам тамақ. Зато мен қызым бар. Ертең осыдан үйленіп алайыншы, жаныңды шығара мен. Жанымыз шықпай кетеді осы. Болды тыншы. Ана қызбен жақсылап сөйлес. Проблемаларың шығып жатса білесің. Хабарласпа. Қайттық біз. Колысқа барып, газельмен. Саламатсыз ба? Мама жібергенде сізбен таныстым деп. Не қылдың сен? Соседті үйінен нан сұрауға келген адам ұқсап. Просто айта салайыншы дегем ғой. Танысып отырайық, Ринат. Қасыңыздағы мен де танысайық та. Лаура. Нан түр таныс қой. Байдың қызына ұқсай ма? Мынау ма? Жағдай жоқ олардың. Түріне қарасаң, норман жерде жұмыс істейтін сияқты ғой. Мынау ма? Тофуда 2 жылдан бері официант қой. Реңіне қарасаң, норман жерде тұратын сияқты ма? Элитный городок па? Элитный городок? Старый городта тұрады ғой. Көк есікте. Ойбай, көк есік деппін ғой. Көк воротасы бар. Қалай шатасың сен? Бірақ есіктен шатассақ та, жартауында да шатаспайық. Таныстық жалғасы болайық. Қалай не сізге сәл болсын ұнадың ба? Шеті болсын. Вообще. Онда бірдеңе жекпейтін, қайтер мені. Сәкез бер әуре болып отырамыз ба? Сіздікі не салайын, Банан? Мен жеген кеп тұр ма? Или мен сұлулығымды көріп сөйлей алмай қалдым ба? Ой. Тамақтың иісі сезілмей қалды ғой. Бетің ғана ташқарама десем, тісің де ташқара болып кетті ғой. Баш баран сыртта стоматолог бар. Баш бар. Бар. Мынау сенің танысың емес па? Жоқ, танымаймын. Ой, бұл құстарың осы ташқара сияқты еді ғой. Давай қайтайық, маған тофуға жұмысқалар керек өш. Жарайды. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Бір жеріңіз ауырып тұр ма? Шөлдеп тұрсыз ба? Сы. Тісіңіз ба? Не ғой, мен обедке кетіп бара жатқан емше. Жарайды, кіріңіз ішке. Мынау ма? Мынау ма? Тауып ағасың ба? Өз бақсы ғой. Мен жұмысым ғой. Так. Негізі адамда 32 тіс болады. Сізде 24 тіс екен. Оның 19-ы шіріп кеткен. Біреуін емдедік. Сосын ше, жаңа істеген жерде нервлаған кезде темір қап кетті ше. Ертең бәрібір келесіз ғой, сол кезде ала саламыз.
19 емдеу керек қой. Сізден 40 000 теңге. Менде 5,5 теңге бар еді ше. Басқаша төлеуге бола ма? Қалай? Андай жұмыс сияқты ғой. Қара жұмыс болса, супу тасу болса ше, үйде. Так, үйде бір аударылатын жер бар еді ше? Болды, соны аударып тастайық та, сонымен расчет болады. Болды. Ауылда жаман қатты аударамын ғой мен. Жыртқыш дейді ғой мен ауылда. Бірақ мына машина зор екен ше. Алло. Қызым, жігіт таптың ба? Айбай, мама бірінші жағдай сұрамайсыз ба? Жағдайыңды қоя тұршы. Саған неге осы ешкім ұнамайды, а? Жан-жағыңа қарасай сәл. Сен өзің жігіт іздеп Болды, жүрсің мама, ба? кейін хабарласам. Қашан шығасың тұрмысқа? Не? Ештеңе, салфетка бар ма? Үйірге жайша тоқтадық па? Мына үй зор екен, бірақ? Не болды? Жайша түстік па? Бірақ, мына адал ақшаға салынбаған ғой. Жеген да бір жерден. Точно арам жер ғой. Жайша тоқтатқа үйерге. Қош келдіңіз неге? Сен үйің ба? Жүр. Ренат, мә, арам жерді аудар. Ой, біздің күйеу бала ма? Мама, күйеу бала деген мынандай бола ма? Ей, сен осы өзінше болмашы ей? Аспандап немене пәле ол? Қарасайшы өзіңе. Қарасайшы әні. Әп-әдемі, нормальный ауылдың жігіті сияқты ғой өзі, а? Мама, ауылдың жігіті сияқты емес. Таза ауылдың жігіті, бетон. Ей, ауылдың жігіттері деген шымыры болады. Сен қарашаны, кез келген тірліктің көзін тауып кетеді ғой өзі әні. Итін шығарды ғана. Ей, сәл болмай жатыр енді. Бәрі бір мықты болады ауылдың жігіттері. Қазір қара мына жердің бәрін аударып тастайды. Мынау мықты ма? Таза ләкәрі ғой, мама. Қарашынды, не ғой? Ана жерде қатты болып тұр ғой. Бәрі бір ауылдың жігіттері айтып отырмын ғой, мықты мына жердің бәрін қазір қатырып істеп тастайды. Әні. Ау, мама. Ау. Ау. Не ау? Не ау? Ау. Мына біреуде бір қандай ауылда өскен бала өзі бір. Ау. Маған десең өмір бойы үйде жабысып ойдақ болып отырып ал шал. Ау. Отырып қал. Не дейсің? Шілдедің бе? Мә, су ішіп ал. Немене бәле? Сиыр ұқсап іштің ғой. Ақыр бітіріпсің ғой? Ой, ауылда жыртқыш дейді ғой мен. Тез бітірем ғой мен. Жаңағы арам деген ең әкемнен қалған үй. Айтпағыш. Соған кешірім сұрайшы деген ғой. Ай өтпеш. Нормальный бар. Осыдан 5 жыл алдын әкем қайтқан.
мына жер, мына үй, барлығы сол кісіден қалған. Бізді асыраймын деп не істемеді. Мен нормально болып келе жатқан кезде жүрек талмасынан қайтты. Айтпақшы, әкем анама жүзік сыйлаған, соны жоғалтып алғанбыз. Еш жерден таппадым ше. Бұйырмаған болып тұр ол. Бұйырса сразу тауып алатын ем ғой. Білмеймін, іздемеген жерім жоқ. Бәле жалған бәрі сомен келсін ол. Құрта салу керек қой. Білмеймін. Онда жылжыды мен, тірліктерім барады, бірек ақша табады. Жақсы, ертең кешікпей кел. От келем ғой, давай. Кім? Алло. Ағнұр? Ренат, қайдасың? Қаяқта болғанда ше? Үй жақтамын. Менсіздігің мінезіңнің іздейтіндер тізімінен мен табылмаймын. Күйсіз кезің көңіліңнің тосын сыйы бол.